Енді қазір қоғамдағы еркектерге келетін болсақ, еркектер, мысалы сенің ауылың бар ғой, сол ауылыңда бір іс болса, ауылға байланысты бір тірлік болса, сол ауылдың еркектеріне осы тірлікті шешу міндет болады. Бұл еркектердің міндеті. Еркектер бір әйелдің, бір бала-шағаның ғана аспай қалдық қой содан. Еркектерге тек қана бір қатын бала-шағаға қарау міндет емес. Ол оған қарау керек. Одан бөлек елге қызмет қылу керек. Еркек деген. Әр еркек бір қатын бір бала-шағамен әлек болып отырса, елге кім қарайды? Қазір өкінішке орай сол еркектер әлсірегеннен кейін амал жоқ. Әйелдер шығып жатырды. Біз шешеміз деп. Еркектер шешпегеннен кейін әйелдер шешіп жатырды. Қараңыз, Қазыбек би атамыздың 12 жасында дау шешеді ғой. Сонда Қалдан Серен айтқан екен. Кейін Қалдан Серен Қазыбек бидің малын алып кетеді. Сонда Қазыбек би атамыз артынан барады ғой. Сен жаулағаныңды қоймадың, мен ел дегенімді қоймадым деп ше. Сонда Қалдан Серен айтады, мен бұл жол сенің малыңды барымталап, егелену үшін алмадым дейді. Сені келсін дедім дейді. Ол патша ғой. Сонда айтады, сен 12 жасыңда дейді. Қараш, оқиғадан қарасаңыз, 12 жасыңда екі елдің дауын шештің дейді. Қазір 40-қа келіп бір қатынның проблемасын шеше алмай жүрміз ғой. Қуыз берем деп ше, шеше алмай жатырмыз ғой. Сонда дейді, сен 12 жасыңда екі елдің дауын шешіп жатқан кезде, мен сенің көзіңнен от көрдім дейді. Жанып тұрған. Сол кезде өзіме айттым дейді. Мына бала ер жетіп, ұрпағы болатын болса, тұқымын алам деп айттым дейді. Біз ана аттың, қойдың тұқымын алған жақсы көреміз ғой біз. Мына аттың тұқымын алам деп ше, сондаймыз ғой. Оларды қарасаңшы, мына баладан тұқым алам деп айтты дейді. Өйткені олар танып отыр ғой баланы. Бұның тегі де, ұрпағы да жаман болмайтын біліп тұрды. Өйткені бұның әкесі Келдібек шешесін Тоқмейілді алған кезде 96-90-ға қарап алмаған. Қазір сондаймыз ғой. Тегіне қарап алған екен да. Бұның тегі жақсы болғанда. Кейін қызыңды алайын дейді. Сонда Қазыбек би атамыз айтады, мен кәпірлерге қыз беретін қызым жоқ мен дейді. Қыз берсең мен алайын дейді. Сонда қызын бермекші болғанда, қай балама берейін дейді ғой. Жарты балам, бүтін балам бар дейді. Осы жер ғой бізге керек. Жарты балам бар, бүтін балам бар дейді. Жартың қайсысы, бүтінің қайсысы дегенде, жарты деген баласының өзі жаушылық заманда найзасын алып жауға шабатын батырлар. Бірақ әшін күнде өзінің үйін қамтамасыз етіп отырған ешкіммен шаруасы жоқ адамдар, оларды жарты дейді. Бүтінің қайсысы деген кезде бүтіні Бекболат дейді. Не үшін десе, Бекболат елдің дауына араласқан екен да. Елдің мәселесімен өмір сүрген ол. Қарабас үшін емес ше. Қара, Қазыбек би атамыз Қарабасын ойлайтындар жарты адам деп жатыр. Біз қазір жартыға да жараймыз ба, жарамаймыз ба? Соңғы өзіне соғысқа барып келеді. Олар әшінге соғысады. Біз қазір жартыға да жармай жатырмыз. Неге? Өйткені біз өзіміздің 8 соттықта ғана бала-шаға мен қатынымызға дұрыс қарай алмай жатырық қой. Қазір еркектер, біз енді ана әшінде әйелдерге келген кезде әйелдерге қатты айтамыз, еркектерге келген кезде еркектер. Бірақ енді әркім өзіне керегін қырқып салады да жексұрын қылып жібереді адамды. Негізі еркектерге көп нәрсе байланысты. Өйткені біз неке қиған кезде қараш, некеде еркектің, әйелдің міндеттері айтылады. Әйелдердің міндетінің бәрі үйдің ішінде. Күйеуінің рұқсатынсыз шықпау, күйеуінің мүлкін сақтау, үйге рұқсатсыз ешкімді кіргізбеу, үйдегі мүлікті күйеуінің рұқсатынсыз тарқатпау, көшеге шығатын болса, күйеуінің рұқсатымен шығып, әуретін сақтау деген секілді бәрі үйдің ішінде. Еркектің міндеттерін қарасаң бәрі түзде ғой. Рызық табу, үймен қамтамасыз ету, тамақпен қамтамасыз ету, киіммен қамтамасыз ету, және әйелдің дініне, тәрбиесіне мән беру деген секілді еркектің міндеттерін бәрі түзде да. Негізі еркек түздің адамы болу керек. Біздің еркектер қазір үйден шықпай қалды ғой. Кейбіреулер тіптен айлығы жақсы мұғалім, врач әйелдер алып алады да, солардың айлығымен күн көріп отқандар бар. Еркектерге әйелдің табысымен күн көруге болмайды. Өйткені еркек мен бағам деп алған. Мынау мені бағат деп алған жоқ. Еркек ананы аманат деп алғанда, қазір еркектер әйелдерге аманат болып бара жатырмыз ғой. Расы да.
Содан кейін де амал жоқ, әйелдер не дейді олар жұмыста жүргеннен кейін дәулет шай дайындап қой дейді ғой. Одан кейін ол сен үйде отырсың ғой, басқа не істейді? Еркектердің мойнында үлкен жүк бар, елдің дауына араласу керек. Енді кішкене қазақтың тарихына қарау керек бізге. Қарашы, тарихта қалғандар кімдер? Ахмет Байтұрсын, Міржақып Дулатұлы, Бес Арыс, Шәкәрім Құдайбердіұлы, Машһүр Жүсіп, Абай атамыз, Құнанбай атамыз. Бәрі тарихта не үшін қалды десеше, өйткені олар ел үшін өмір сүрді, жер үшін өмір сүрді, дін үшін өмір сүрді. Солардың заманында байлар болмады ма? Байлар болды. Неге олардың аты өшіп кетті? Өйткені олар қара басы үшін өмір сүрді.